жақсы болады. Достар, баршаңызға қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы таң. Бұл шығарылымды қашан көріп отқаныңызды білмеймін, бірақ жақсы болады арнасы сіздермен әдеттегідей жақсы болады. Бүгін бізде қонақта өте қызықты спикер, Мадияр мырза, хирург, барлық қосымша ақпаратты титрде шығарамыз. Енді өте көп бізді қызықтыратын сұрақ, мен кезек-кезекпен бастай берейін. Біріншіден, біз үшін қарапайым адамдар үшін, бұл саладан тыс адамдар үшін жалпы хирургия деген тақырып көп стереотиптермен қызықты. Енді стереотиптер көп шынымен. Біріншіден, ол қорқыныш. Сіздің бірінші отаңыз. Яғни ол біз үшін ол пышақ, тері, яғни сол сезімді, сол эмоцияларды қайта еске алсаңыз. Қашан болды, ол қандай ота болды, және сіздің сезіміңіз? Қош көрдік, болады. Рахмет студияға шақырғандарыңызға. Енді егер алғашқы ота жайлы айтатын болсақ, 2014 жыл, 15 жыл, 6 курс, 1 курс интернатурадамыз біз. Сол кезде клиникада, Семей қаласында, облыстық аурухана, қазіргі таңда университетский госпиталь деп аталады. Сол жерде бірінші мұғалімдеріміздің арқасында бірінші ота жасадық. 6 курс студентпін, ылғида жұмыста кезекшілікке қалып жүрдік. Сол кезде ең басында келген кезде 90-дай адам болдық студенттер. 30 интерн, 30 резидент, 10 докторант бар. Оның арасында 4-5 курстар бар. Таласып жүріп айтып, кім қандай операция кіргісі келеді. Бір айдан кейін 10 адам қалдық есіне. 90 адамнан? 90 адам, 10 адам қалдық. Кезекшілікте жүрміз. Үшеуі бүгін сөйді, үшеуі ертең, үшеуі ары күні. Солай біздің мұғалімдерімізбен жүріп. Сол кезде 16 желтоқсан 2015 жылы өзім туған күнімде бірінші жедел аппендицит деген диагнозбен бір науқас түсті, қыз бала, 18 жаста. Сол кезде бірінші аппенdiктомия отасын жасадым. Әлбетте өзіміздің мұғаліміміз қарап тұрды, қасымызда ассистировать етіп. Ол сіз бізде болмайды ғой, енді студенттік өмірде солай. Бірінші пышақ берді. Пышақ алып қолға қалай ұстағанын білмеймін дұрыстап. Ручка сақстайын ба, кітаптан оқыған сақстайын ба, кітаптан оқыған сақстасам, дұрыс көрбейді да жер. Ойланып қаласың, ауру тарихы дейді ғой. Жазып, ручка сақстап алғам, айтады, дұрыс ұстамайсың сен деп мұғаліміміз бізге айтты. Сол кезде дұрыстап қолға ұстап, шынымен де айтшы, қолымнан ұстап, осылай. Бірге кестік қой екеуміз. Теріні бірге кесіп, арғай қорқпай өзің істе, мен қарап тұрмын қасында деп берген. Соң бірінші отам солай басталды. Жақсы басталды, настроение көтеріліп, қолдырлеген сол уақытта басылып кетті. Ішін аша бастап неткен кезде, брюшная полость дейді, құрсақ қуысын ашқан кезде, ана соғыршек тауымы қойдың. Аппендиксті, ар іздейін, бер іздейін, тауылмайды, сосын мұғалім қарап тұрды. 15 минутта іздеп отырмын, мен қатты қиын операция емес қой. Бірақ та бұлай теоретически жетпейді, білім практикада жетпейді, қарап тұрды. Жақсы, давай, мен ауысайын, келесін сен жасайсың, міндетті түрде дейді. Мен айтам, ағам бүгін рахмет бергеніңізге, сеніміз бірақ та ақтай алмадым деймін ғой. Жарайды, ондай болады. Өз іздейді, жарты сағат іздейді, 40 минут өтті, сол аяғында екінші хирург шақырады, келіңізші, мұнда достап көрейік. Дейді, ана қызда аппендиксі жабысып қалғанда, шектің арасына забрюшинное пространство дейді бізде. Сол жаққа жабысып қалған, басы жағы іріндеп кеткенде, жабысып қалған. Өзі жасап, нетіп шықты. Ол запущенный жағдай болсын? Запущенный уже 2 күн жүрген ана қыз сөйткенде, арақ қыз болғаннан кейін маған берген ғой, істеп үйренсін деп. Соны істей алмай болғаннан кейін кішкене көңіл күй түсіп, шыққаннан кейін ординацияға барып отырмын. Соны келіп айтады, өзіме де қиын болды, уайымдама дейді. Ол кезде менің мұғалімім үлкен кісі, состоявшийся хирург, былайша айтқанда.
старший ординатор болған, қаншама жыл заведующий болған, сондай хирург та, ответственный хирург. Содан келіп айтады маған, уайымдама, келесі жолы міндетті түрде сенде бәрі жақсы болады. Содан мен айтамын, аға мен бүгін туған күнім деймін ғой, рахмет сізге деймін. Ол білмейді ол кезде туған күн екен. Ол мен ол жақ ертеңінде торт не алып келіп, хирургтарға рахмет айтып. Екінші отам дәл солай болды. Аламай қойдым, тоже андай асқынған, іріндеген, шіріп кеткен аппендициттер ғой. Үшінші солай, төртінші мен экспертім айтады, мұғалім, сен аппендицит деген диагнозды ұмыт істемей қойшы дейді маған. Мүлдем ұмыт. Иә, керек емес саған істеп дейді. Сен андай холецистит, грыжа, кішкене более-менее андай ашық, үлкен жарас деп жасайтын операцияларды үйрен, сен аны істемей қой деп маған айтады. Сен жарайды. Солай 6-шы курс бітті. Тек қана аппендицитпен арпаласып, төгілісіп айтып, неше түрлі нелердің видеолар қарап нетесің ғой. Үйде жатып алып тренировка істеп, сосын 7-ші курсқа келдік. Бір ай, 2 апта демалыс берді. 2 апта демалыс, негізі каникул 3 айды, ол кезде 6-шы курспыз ғой. 2 аптаға үйге барып кел, ауылыңа барып қайтты, сосын нетсе кел деді. Мен 1 аптаға келдім үйге, арбе жүрімде қайтып келдім. Дорожный сумкаммен келдім де, больницаға айттым, аға мен осында тұра беремін, короче. Сабақ басталғанша дейін. Айтты, өзің біл, анау жерде VIP палата бар, сонда тұрсам да болады дейді. Сен жақсы деп, сонда тұрдым. Мен бірақ та аппендицит істеген жоқпын солай. Басқа интерндар істеді. Үлкен операцияларға кіре бастадым, уже 7-ші курс басталды сол кезде, уже андай холецистит деген өт тас ауруы, өтте тас беріп қалған кезде, сондай операцияны ете бастады. Жақсы. Именно сондай оқи берем, каждый нені ше. Уже просто тасты кесіп тасты алу керек. Жоқ, кесіп, өт қалтасын бірге алып тастау керек те, өйткені ішінде тас пайда болғанмен, ішін кесіп, тасты алып тастап, қайтадан тік кетсең, қайтадан пайда болады да. Ондай 1800 жылдар жасалған көп операциялар ондай. Ондай несі жоқ та, эффекті жоқ та ондай. Сол үшін оның бәрін алып тастау. И то тас бар болғанда ішінде ол приступ берген кезде іріндейді де. Өт қалтасының қабырғалары іріндеп, некроздап кетеді. Соны үйрендейді. Соның бірінші отам берді, ол кезде 7-ші курс, мен кішігірім андай тәжірибе бар да. 6-ші курстарға үйретіп жүрмін де, былай істеу керек, науқас былай қарайсың, былай қарайсың, жатқызсың. Пышақты дұрыс ұстамайсың деп. Иә, пышақты үйреніп алған соң қалай істеу керек, қалай деп. Соны 7-ші курстан берді. Жедел калькулезда холецистит деген диагнозбен түсті, бір үлкен кісі. Осыны жаса, мен сенің қасында компресс тұрмын. Іріндеп кеткенде қан араласты, некроздалған ткань. Түсінбейсің, не болып отырған жерде. Соны жаса дейді, мен оны әрен-пәрен жасаламаған көріп тұрды, оны айтады маған. Жарайды, осы жолы мен саған жасап беремін, келесі жолы өзіңе істеу керексің дейді. Қайтадан ауысамыз, ол істеп бәрін ет береді, осылай көрсетіп, осылай істейді. Екінші операция тура солай, үшінші ота тура солай, төртінші тура. Соны айтады маған, сен не болған саған өзі дейді. Білмеймін, не сен грыжа жаса, грыжа деген операция, паховый грыжа, пупочный, тесттері болады. Сонын үйрен дейді. Оларды проблем жоқ мен андай. Плановый операция болып саналады, жоспарлы түрде түсетін науқастар ғой, онда ешқандай экстреналық жағдайлар болмайды да. Олар жасап жүрген. Иә. Қайдан холециститке ауысайын деймін. Холецистит андай бізде бөлінеді, жоспарлы кезекшілік және экстренный кезекшілік. Экстренныйға түсем, маған қайтадан андай, ол іріндеген, андай қиын деді. Соны тұрып айтады, жарайды. Соны 7-ші курс бітірер кезде, айту дегенде бір бычыт іріндеген некроздалған аппендицит, екіншіден бычыт іріндеген холециститін пісеп кеттім. Өзім басынан бастап, последний шовқа дейін, өзім салып, бәрін істеп. Соны айту сол кісінің батасын алып кеттім. Соны бітірдік, диплом алдық, айту өзі лично келіп маған құттықтады. Ондай заман сондай ма, бізге наставниктарымызға өзім өте жақын болатынбыз. Олар да бізге жақын болатын. Мұнда жалпы қоғамда стереотип көп қой хирургтерге байланысты. Мысалы, қазір кейбір стереотиптердің бірі мобилографтарға пайдаланады. Мысал ретінде да, кликбейтный бір сұрақ. Хирургтар мен мобилографтарды не біріктіреді, условно? Ол қолдың дірілдемеуі, мысалы. Немесе снайперлардың дейма, саперлардың деген сияқты. Сол әзілдер жалпы көп қоғамда. Қол дірілдемеу үшін сіздер хирург ретінде бірдеңке жасайсыздар ма, әлде
сен туғаннан қолың дірілдейтін сондай өзің адам болсаң, яғни саған хирургияға жол жабық па? Сондай сұрақ. Өте қызықты сұрақ та, бір жағынан. Мысалы, әр хирург көбінесе ол еркек, да? Қыз хирургтар аз, қазіргі уақытта көбейіп жатыр, но бірақ еркектер көп те. Еркек үйде ол міндетті түрде бір жұмыс істейді. Мысалы, үйге келін жұмыстан кейін әйел бала шағаны шеге қақып беріш, диваннан жаққа апарып тасташ, болмаса андай бұрынғы оқымайтын кітаптарыңды ана жаққа апарып қойш, бүйтіп қойш. Үйді құрастыру керек. Бір сағат жұмыс істедім ба, бір сағат жұмыс істедім. Банально даже. Теннис ойнап келіп, или волейбол ойнап келіп. Ертең операцияда қолым дірілдеуі мүмкін де. Мен өзім пример ретінде айтып отырмын. Үлкен операциялар болатын, ертеңді мысалы үлкен операция, бірақ та мен бүгін демалам деп үйге баратын кезде, жолдас балалар звондап, теннис ойнайық, үлкен теннис білесіз ғой, анда-мұндан жүгіріп, ракетка ұстап өзім, или волейбол ойнайық деп, сол кезде мен өзім андай замечал, что после игры в большой теннис, либо волейбол, ты приходишь на операцию, там непроизвольно кішкене тремор болады. Ол андай жай операцияларда білінбейді, өте күрделі, өте андай микроскопиялық әдістер қолданған кезде, сол кезде өте жақсы айқын білінеді, сен қолың қатты дірілдеп тұрған. Мысалы, үлкен хирургтар бізде андай бинокуляр деген очкиге 6x, 3,5x көйтетін. Сол кезде олар айтады, не ол қолың неге дірілдеп жатыр сен? Айтпайсың ғой, оны волейбол ойнадың кезде деп. Сол кезде сондай моменттер болмау үшін, мысалы, То есть ол былай байқалмайды, биноклярда көрінеді. Иә, биноклярда көрсең, анан бір пинцетпен бір жеп тастап тұрасың, болмаса не көмектесіп нетіп тұрасың, тігіп. Сол кезде қолың өзінің андай кішкене Сөзі байқалады. Иә, байқалып тұрады өзін. Даже мен өзім очки киіп қарасам, кішкене байқалып тұрады. Сондықтан андай ертең операция болады деген күні міндетті түрде жатып демалып үйде релакс тайм дейді. Сондай нелер нету керек те, әрекеттер. Кімде қол дірілеп андай туғаннан қол дірілеп туатындар болады, кейде патологиялар ше, неврологический, биосимптоматический. Ондай кезде либо под действием разных стрессов, да, которые возникают, тем людям лучше, наверное, не заниматься хирургией. Кто с рождения имеет какие-то, можно заниматься и другими нозологиями, да, которые на данный момент имеют такое же важное значение, как и хирургия. Мысалы, мен туған кезде қолым дірілеп, мынандай нелер болса, если у меня не получается, мен айтшым солай негізі. Мен лучше, андай, болады пара специальностей, которые ты можешь обеспечить хорошую помощь населению деген сияқты. Сондай болушы едім. Может, логопед болушы едім деген сияқты, да. Мысалы, қол былай дірілемейді, бірақ та андай, когда бізде бар ғой, менің мұғалімдерім келсе, да, үлкен профессорлар келген кезде операцияда, ол міндетті түрде қолын дірілейді. Ол пока үйленген шейін бір 15 минуттай ана кісімен жанында нетіп уже жұмысқа қызу кіріспеген шейін қолын кішкене конвульсия болады. Ол психоэмоциональный нагрузка, да, неге өзің миына ойлап тұрасың, ана кісі қазір былай істесең дұрыс болмай қалса кішкене нет хороший деп. Сондай. Кейден науқасын андай өзің жасап отырасың отаны, бірақ та өте андай крупный сосуд дейді ғой, магистральный сосудтың астында жұмыс істеп жатқан кезде, сол кезде қолын дірілейді тоже. Қорқасың ғой, что только бы не повредить деген, кішкене екі инструменттің басын нетіп біріктіріп, сол кезде кішкене тоже дірілдеу болады. Но бірақ та ол ондай нәрселер көп болады ше. Со временем кетеді ғой, бір-екі операция нетіп, уже кішкене более-менее уверенно жұмыс істеген кезде, оның бәрі кетеді. А егер енді кетпей жататын болса, я думаю, что это уже не твое. Лучше, то есть, сенде дәл осы бағытта хладнокровность болмай тұр ғой? Да, вот хладнокровность, она должна присутствовать, да, а если нету хладнокровности, да, вот, это уже ойлану керек. Да, проблематично. Но мера хладнокровности должна быть тоже. Если ты
перешкаливать твое хладнокровие, что ты как эгоист хочешь выполнить эту операцию, несмотря ни на что, это тоже не пойдет. То есть, прежде всего, жизнь пациента на первом месте. Деген сияқты. Но я смогу это сделать, несмотря на все риски, деп барып, ертең, не дай бог, конечно, бірдеңке болып қалса, онда уже риск у тебя будет вообще неоправданный. Әлеуметтік желілерде немесе фильмдерден көп байқаймыз, көреміз. Ол хирургтардың 15-20 сағат бойы бір операцияны жасау. Яғни сондай операциялар болады, тоқтатуға болмайды, үзуге болмайды. Сен оны бастадың ба, сонда кейін аяқтау керек. Сондай ең ұзақ сіздің карьераңыздағы ең ұзақ операция бар ма? Қазір мен осы республикалық орталыққа ауысқаннан 2020-да келдім осында, мысалы 4 жыл болды. Өте күрделі операциялардың бәрі осы жерде істейді. Осы Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығында. Мұнда минимум дегенде 1,5-2 сағат оталар. Минимум дегенде. Андай, жай операцияларды істей бересің, холецистектомия, лапароскопия, андай. Бір-екі тесікпен болды, лазер дейді ғой, инородный көрді. Сонда операциялар 1,5 сағат, 1 сағатта істеп шығасың. Мысалы, эхинокок, альвеокок печени, рак печени, рак поджелудочной, сондай көп. Қатерлі бәрі минимально дегенде 1-2 сағаттан бастап, 2 сағат, 2,5 сағат, это минимум, деп, дальше кете береді. Мысалы, ең көп уақыт алған ота, бірақ мен ол отада болған жоқпын. Бұлай 2016-2018 жылдарында Қазақстанда бауыр трансплантация жасала бастаған, өте активно начали внедрять это. Сол кезде ота таңертең 8:30-9-да басталады. Ертең сағат 7-де бітеді. Кешкі. Жоқ, ертең таңғы 24-23 сағат. Қазір ол оталарды енді біздің наставниктардың бәрін үйреніп келген. Қазір ол оталарды шамамен 12-14 сағатта істейміз. Мысалы, банальный панкреатодуоденальная резекция деген операция бар. Ұйқы безінің қатерлі ісігі кезінде біз ұйқы безін, асқазанның жартысын 12 келешек, 5-6 ағзаны алып тастаймыз. Сол операция 7-8 сағат болады. Ондай операциялар көп. Ол примерно 5-6 сағат, 7 сағат болады деген операцияға кіріп баратып, мысалы, компьютер томографиясын көріп аласың, несін көріп аласың, тамырларға өсіп өтетін болған кезде қатерлі ісікке ол операция 7-8 сағаттан 15-20 сағатқа дейін болуы мүмкін. Ана жерде енді обедке барып келейін, кішкене отыратын деген жоқ та, мысалы панкреатодуоденальная резекция кезінде. Трансплантация болып жатқан кезде, мысалы 4 адам донорда, мысалы бізде в основном туыстық донорство, туысқандары өздеріне донорлар болады, науқастарға. Реципиентті 4 адам. 8 адам операционында жүреді. Таңертең азанмен сағат 7:30-8-ден басталады, кешкі сағат 8-9-да бітеді. Донорларда жүре ма? Операционда? Жоқ, донорларды, мысалы, мына кісі донор, мына кісі реципиент, екеуін операцияға бірдей береміз ғой. Мына кісіні ашып, нетіп, бауырын алып отқан кезде, мына кісінің уже бауырын алып тастады. Ол дайын тұрады. Мына жақты бауырды салып атады. Мысалы, ол 12-18 сағаттай болады. Ондай күрделі оталар өте көп мұнда. Көп? Жоқ, мен түсінбеймін. Мысалы, 15 сағаттық операция дейікші. Сонда, мен бастасам операцияны, мен аяқтауым керекпін ба? Мысалы, сіз бастасаңыз, сіз как оперирующий хирург, мен кім ассистент болып барады, сол операция біткенше дейін біз үшеуміз шықпаймыз. Ол операция қалай бітеді, сәтті бәрін етіп бітіп, біткеннен кейін бәрі жақсы, міне болды, бітірдік деген кезде шығамыз ғой. Шығу, отыруға... Мүлдем ондай уақыт берілмейді. Вау. Мысалы, былай ғой, кейбіреулер адамдар ойлайды, 1 сағат, 1,5 сағат, 2 сағат былай. Бір положениеде. Қолдар еще напряженный. Бір положениеде осылай
2 сағат тұрып көрші, осындай. Шаршап кетесің, жерде былай нетесің ғой. А когда өзің жасап жатқан кезде уақытан, андай ондай ой болмайды да. Мысалы, ана жаққа полностью кіріп кетесің. Мысалы, мына операционный былай да бізде. Былай светтердің бәрі сөнеді. Кафель қараңғы. Андай центрофугический немене бар, специальный лазерный LED лампалар, которые жылжытқан кезде ана өзі фокусирует и сол жерге ярко көрсетеді. Ана жаққа сеп жатқан кезде ана жақтан не отқанын білмейсіңдер. Ана жаққа сағат қарауға вообще уақыт жоқ. Істеп болғанын бүйтіп қарайсың, вроде түн батып кеткен уже. Қанша сағат болды? Сағат кешкі 8 болды дейді. Ладно, қазір бітіп қалдық уже деген сияқты. Анда не жоқ. Кто заинтересован в этой операции, что выполнение этой операции, да, вот, он не чувствует времени. То есть уже шашамайсың, анатомически или физически, может, какую-то нагрузку испытываешь, да? Но операция кезінде ана ойлап тұрған кезде миың вообще дает такой сигнал, что ты вообще не устаешь. Қабылдамайсың басқа нелер. Иә, қабылдап жоқ ондай. Сеп болдың, шыққаннан кейін уже такое ощущение удовлетворения, да, андай. Мәз болып, там, мы выполнили эту операцию, мы вся команда, красавчики деп қайтасың. Главное, науқас андай аман есен болса. А науқастан андай не получается, он пока не получится, сен ана операциядан кетпейсің да. Міндетті түрде бәрін бітіріп, бәрін алып нетіп кету керек, сондай моменттер. Жалпы экспириенстен, опыт тәжірибеден біраз несін естідік. Міндетті медициналық сақтандыру дейтін. Жалпы енгізілгелі бері 5-6 жылдай болған шығар. Және ол енгізілгелі бері неліктен есіме түсіп жатыр. 1-2 күн бұрын оқыдым. Мемлекет басшысының несі, статьясы. Прямая цитата. Яғни енгізілгелі бері 5-6 жыл болды. Осы міндетті медициналық сақтандырудың. Бірақ ешқандай результат, ешқандай болғанда, я, наверное, утрирую, бірақ результат жоқ. Яғни, maybe там солай болып қалды, немесе арнайы оған келіспейтін, результат болғанын қаламайтын, немесе қызығушылығы бар адамдар болуы мүмкін дейді. Яғни, мемлекет басшысының өзі медицинадағы болып жатқан кейбір фактілерге не білдіруде? Яғни, алаңдатушылық білдіруде. Иә, ол біріншіден ол үлкен қаржылар, ол саясат және тағы да басқасы, кәдімгі хирургтар оны сезе ме? Яғни, меніңше сіздер хирург ретінде, ауыр ота жасайтын хирург ретінде клиенттермен көбінесе сіздердің қалай айтылады олар, білмеймін, көмекшілер деген сияқты клиенттермен көбінесе олар сөйлеседі. Яғни, сіздердің сезімдеріңіз, сіздер болып жатқан осындай условно бюджеттен мынанша бөлінді, мынанша салынды, мынанша техника сатып алынды, барлығы жақсы деген сияқты дүниелерді сіздер сезіп жатсыздар ма? Өте қызықты сұрақ негізі. Мемлекет басшысы айтып өткендей, әлеуметтік сақтандыру фондына өте көп қаржы бөлінеді негізі. Негізі әр азамат 18 толған, ол әр ай сайын, мысалы мен білуімше 4,5-5 мың теңгедей төленеді. Осы ма естіп, ана Каспий кезетке кірсең сондай болады. Біріншіден, маған келген науқастар, көбінесе олар келеді, біз былайша айтқанда, осы МС дейді ғой, обязательно социализм. Осы МС-пен кеп тұрады, осылай деп, біз біріншіден науқасты былай. Если өзі сұраса, біз тегінде қарай береміз де, біз андай республикалық орталық болғаннан кейін науқастар енді үй такта анау жақ ауылда неден келеді, самолетпен ұшып кейбіреулер пойызбен 2-3 күнде біз так былай да қарай береміз тегін. Енді бірінші моментте, екінші момент осы МС-пен қазір біздің именно біздің орталықта ондай жеңілдіктер бар да, осы МС-пен өтем, бүкіл обследование, там нелерді компьютерінде томографияны өтем десе, бізге осы МС-пен өткізе салады бәрі. То есть науқастарда не бар да, таңдау бар да, мысалы. Ақылы болса бүгін өте беріңіз дейді, мысалы қазір нетпен ақылы андай очередь бөлек те.
ОСМС болса, мысалы, максимум дегенде ертең келіңіз дейді, максимум дегенде. А так былай 4-6 сағаттан кейін келіңіз деп жазып береміз. Және де үшінші момент, когда науқасқа ота керек болса, ол айтады, біз айтамыз, тоже талдау, мысалы, ақылы болса, кәж жазғаныз, ОСМС болса, ол портал деген нәрсе бар да, биогастроляция там. ОСМС-пен, мысалы, қазір анализдер тапсырып тұрсаңыз, бәрі дайын болса, ОСМС-пен қай күні жатқыңыз келеді, сол күн предварительно сізге шығады дата. Мысалы, ертең, ар күні там жата бересіз. Ол бір жағынан ыңғайлы да, ол өте жақсы нәрсе, бір жағынан ше. Бұрында ОСМС жоқ кезде мен есімде барғандай моменттер. Порталда бір ай күтеді, там, мысалы, 2 ай күтеді, ондай жоқ қазір. ОСМС-пен келдің ба, сен бәрі дайын болса, науқас бүкіл полностью тексерілген болса, сен оны жатқыза аласың да ОСМС-пен қазір бойынша нәрсе. Бөлімшеңде орын бар болса, ертең оталарға мысалы көп емес болса, жатқыза бересің ақырындап. Сол бір жақсы сондай нәрсе. Ол мемлекет басшысының тапсырмасын, мысалы, мен ойымша жақсы атқарылып отыр. Енді біздің орталықта. Но бірақ андай регионда атқару керек те. Проблематично региондарда. Сол жақта кішкене ОСМС-пен андай проблема бар. Кейбір нелер жібереді науқастар, андай қолында бет бар. Направляется на консультацию к гепатобилиарному хирургу деп. Бірақ та андай графа ОСМС деген болу керек та, мысалы, соны келеді, олар андай сразу келіп қаралып кетеді, андай. Кейбіреулер былай бетпен бере салады по старинке. А4-дің жартысына, там, көріне сал деп. Енді науқас келіп тұрғаннан кейін біз айтпайсыз, бар ОСМС алып келді деп ойлады қазір. Мен барып атыраудан ОСМС алып келгенше едім қазір қайын уақыт. Жарайды деп біз қарап береміз. Өзі андай халыққа ешқандай не жоқ. Енді болып жатқан ситуация, мысалы, кейбір халық, кейбір емес, 90% халық негізі түсінбейді ОСМС-ның не екенін, былайша ше. Рас. Бірақ сол түсінбейді дегенмен ОСМС-ның не екенін кейбір 30%-дай дәрігерлердің өздері де түсінбейді. Бізге жеп жатқан ше. Не, қалай, не. Сондай моменттер кішкене андай жұмыстарды жүргізу керек те, осылай жібере аласыңдар, осындай клиникаға деп. Еще олардың бәрі осы процесстер цифрландырылды ғой. Мобильді қосымша арқылы, егов арқылы деген сияқты. Негізі жеңілдетілді, бірақ өзіңіз айтпақшы, дәрігерлердің арасында да, клиенттердің арасында да, клиент болғанда енді науқастардың, пациенттердің арасында да түсіндірме жұмыстары жеткіліксіз. Сол егер соның бәрін жүргізсе, мысалы, ОСМС деген өте жақсы нәрсе негізі. Бүкіл дамыған елдерде страховка бар ғой? Условно, Америка, знаешь? Условно, Америка, ты приехал туда, у тебя должна быть страховка, не страховка, ты наличными там же платишь. Я был недавно в Турции, там меня спрашивают, нужна страховка медицинская? Я сам врач. При въезде, да? Да, жоқ, мен ательге кіріп жатқан кезде сұрап жатыр да. Сосын мен өзім дәрігермін, я врач, я приехал сюда на стажировку. Ну вам, значит, страховка не нужна, мне там, ну, я, если честно, не знаю, не могу, этот экстренный случай. Может, и нужна. Да, экстренный случай, Бог спасает, этот, нет, можно же, наверное, взять? Да, тогда, когда, если у вас с вами что-то случится, там, вы можете сделать на страховку детей. Ну, все хорошо. Оларда уже неткенде, да, даже для туристов предусмотрена страховка. Ну, бізге тоже кеп, мысалы, түсіндіріп, не дейтін цифровизация бар, телефонға келеді уведомление, не. Но он үлкен кісілер қолдана алмайды. Ауылда, мысалы, немерем білет дейді көбі. Ұлым қызым білет. Ұлым қызым күтіп отырмаймыз ғой. Бәрін жазып, не түсіндіріп, апа, өсті көрік, сөйті көрік, егер операция келсе, осына операция керек деп айтып беріп жібереміз. Бірақ та олар телефон береміз үшін, бір вопростар болса, 1045 рет звондайды. Дәрігермен сөйлеш деп аяғында айтады, сен дәрігерге түсіндіресің, осылай істеш, нетіш, беш деп. Ондай моменттер көп. Мынандай мәселе, жалпы кез келген мамандық болсын, елімізде. Бізде барлығы дамуда, барлығы даму үстінде. Енді хирургияға келсек. Хирургияға байланысты шет елге барып, стажировка өтіп, или бір білім алып, Қазақстанда оны жүзеге іске асыратын бір жағдайлар дәл сіздің кесіңізде болды ма? Дәл өзімде болды бір-екі жағдай. Болашақ деген программа бар. Біздің
біздің президенттің несімен, поручениесімен сондай программалар енгізілген негізі медицинаға. Ол қандай? Болашақ деген программа, ол кезде сен барасың, мысалы, әнне уақытқа, жерде не істеп жатыр басқа елде, мысалы, бізден көп саты жоғары елдерге де, бізден төмен елге бармайсың, естественно, барып, кім қандай операция істеп жатыр, қандай, мысалы, бізде ондай операциялар енді бастап жатса, қандай преимуществосы бар, қандай там осложнение болады, бәрін үйреніп келу, да, мысалы, мәселе. Ондай бар, но осы жағдайда кейбір кісілер, иначе говоря, пренебрежительно относятся к этому, да, и несмотря на послание президента, да, что мы должны поднять отечественную медицину, там, поднять уровень здоровья нашего населения, некоторые ребята умудряются оставаться там, да, какими-то, не знаю, владеют полномочиями или связями, но некоторые остаются. Но те, которые возвращаются сюда, да, вот, они должным образом отрабатывают. Реально отрабатывают, как это, то все, да. Но момент. Те, кто научился по программе «Болашак», допустим, какую-либо специальность, хочет внедрить ее, есть, конечно же, свои несколько преград, которые он должен преодолеть, прежде чем должен внедрить эту схему операции. Да? Это одна из преград, это... Олар арнайы бір ота түрін үйреніп келеді ғой? Арнайы болғанда бір ғана ота емес, бірнеше ота касаемо, допустим, одной специальности. Допустим, специальность, да, вот, эндокринология, да, специальность, допустим, пульмонология или специальность хирургии. Да? В хирургии они тоже сами делятся, там, кто-то хочет заниматься только лапароскопически, да, который без разреза, там, кто-то робот, да, когда ты сидишь в 10 метрах от пациента, сидишь, управляешь роботом, короче, со тебя роботом он управляешь, получается, 2-3 джойстика одеваешь на пальцы, как кольца, и начинаешь им отрывать. Здесь у тебя монитор. У нас это есть, разве? У нас это есть в нескольких клиниках региона. Но активно такого внедрения оно не нашло. Вот. Абитуриент поехал в Болашак, обучился, приехал сюда, он хочет это выполнить. Да, вот, он хочет это выполнить, но ему несколько преград мешает. Это раз. Первая преграда – это отсутствие командной. Допустим, когда, да, это все здорово, да, когда отправляют тебя по Болашак, но ты, если поедешь со своим коллегой, еще и захватишь с собой ассистентов, анестезиологов, да, допустим, приехал, все обучились, как, что, да, и приехали, и начинаете внедрять здесь. Это, да, это очень здорово, и ты можешь дальше внедрить ее. Когда ты едешь один, ты должен сперва научить своего ассистента, научить своего коллегу, научить своего наставника, сказать, это все будет круто, давайте сделаем вот это, да, это проблематично. Раз. Второй момент. У нас как, эта страна же постсоветская промежутка, да? У нас есть те люди, иначе говоря, аташки в этой сфере, которые больше относятся к этому скептически, да? Они скажут, айналайын, ашық істеу керек, оның бәрін, үлкен күрделі операцияны ашық істеу керек деп. А ты увидел там, что это из минимального доступа с 2 проколами, ребята сделали эту операцию, хочешь внедрить, да? Он тоже через это пройти, через... Енді біз қазақ болғаннан кейін... Это как цензура. Это как цензура, да. Біз қазақ болғаннан еще біз регалий, жасын сыйлаймыз адамдардың, да, вот, үлкен кісі, там, профессор сказал, да, это не обсуждается, тем более в хирургии не приветствуется, когда идет разношерстная техника, да. В хирургии приветствует то, допустим, как офицеры, видишь, у нас строго, четко жүргілікті, из-за этого, может быть, я не знаю, в чем конкретная причина, но может быть из-за этого. Из-за этого вот те агашки, профессора, которые сидят, они говорят, ну, в возрасте, которые не за инновацию, они говорят, ребята, делать надо открыто, да? И третий момент – это экономический. То есть этот аппарат, допустим, да, вот элементарно самый такой
Наиболее распространенный и простой аппарат это Da Vinci, да? Ты когда заходишь там с двумя дырками, а тут сидишь, короче, с кольцами одетыми, да, джойстики управляешь, и там несколько тракеров начинают оперировать пациента. И ты там видишь в мониторе все это четко, все твое, этот поворот пальцев даже повторяет, все это повторяет, этот робот, да? Чтобы... А монитордан Ты вот видишь, сидишь, короче, вот в таком мониторе и видишь... яғни мына екі тесіктен Да. неден бөлек, пышақтан бөлек, шүпілцеден бөлек камерада кіре ма? Да, это камера креп, и плюс два вот этих тракара. На этих тракарах есть множество зажимов, множество ножниц, множество электрокабелей. Там ты можешь, допустим, нон-стоп какой-то ходим, да, и в таком положении нажать паузу, и все, дальше другим джойстиком работать, короче. И он держит этот джойстик, пока ты не... Как ассистент. Да, там не нужен уже ассистент, там нужна медсестра и все. Третий момент – это экономический момент. Тут этот аппарат, он стоит там миллиарды денег, да, допустим, его привезти в каждую больницу, поставить и обучить хирурга, очень много затратно, да. Я не знаю почему, но в других странах развитых это не затратно, то есть на здоровье своего населения они не жалеют. Ты поставил этот аппарат, обучил несколько хирургов, обучил этот, все ребята работают, те, которые не съездили, они обучаются у тех хирургов, которые съездили. Ну, это называется, по иерархии, то есть все должны обучиться этой технике. Четвертый момент, короче, самый такой интересный и, если честно сказать, не нравишься мне момент, ты научился это делать, да, ты приехал, ты даже если купил этот аппарат, да, вот типа здравоохранение, там, министерство выкупило, поставило, на, оперируй сколько хочешь, ты должен пойти, взять, короче, у этого Da Vinci курс пройти, что ты там умеешь оперировать, и с этой лицензией только приезжаешь и оперируешь. А если ты типа без этой лицензии начнешь оперировать, тебя навек, короче, лицензию лишат, и этот аппарат, короче, он будет пусто оставать. Сондай моменттер бар, да? Видишь, все эти рекомендации, которые направлены, да, на то, чтобы, допустим, президент, да, четко формулирует, да, надо поднять здоровье населения, да, это самое благополучие. И ребята занимаются, да, но есть те, которые этому воспрепятствуют. То есть я не знаю, кто это и что это, но есть такие моменты. Всегда в любой сфере есть те, кто воспрепятствует каким-либо изменениям. Жалпы тікелей де айтылды, ақшасы да айтылды, осы мәстің өзін алайықшы, мысалы. Себебі бізде есте не қалады, нақты ақшасы айтылып, шешімі табылмаған заттар есте қалады да. Мысалы, президенттің өзі айтты, 2,6 триллион теңге осы жыл бөлінді, бірақ я не вижу результат. Мысалы ретінде. Меніңше ол соның біреуі, жаңағы, условно говоря, мәселелердің бірі, аппаратура, қымбат деп алмаймыз, бірақ сол аппаратурада жұмыс істеуге үйрену үшін адамды жібереміз. Біз оны ақша ортамыз, бірақ аппаратура жоқ. Бірақ не үшін жібереміз онда? Деген сияқты проблемалар ғой. Дәл өзі. Мынау нелерге байланысты бағана карьераның басында, условно, аппендицтен бастадық делік. Бірақ аға оқытушы дейміз ба, сен оны қоя тұр, сен мынамен айналыс деген кезде, условно, бұл мысал, сол ота түріне дайындалу үшін бірінші теоретикалық бір дайындық керек. Енді жалпы қазір қалыптасқан хирург ретінде, егерде басқа хирургия түріне ауысатын ой болып жатса, мысалы қазір, дәл қазір трансплантация, басқа да осы тақырыпта теоретикалық та тәжірибеде жетіп жатыр. Басқа ота түріне ауысатын мүмкіндік болса, біріншіден ол қандай ота түрі болады? Себебі көп қой енді, бұдан бөлек. Екіншіден, оған ауысу үшін мынау период бар ғой, дайындалатын. Ол қанша уақыт алуы мүмкін? Ол кәдімгі бір оқу, білмеймін, мүмкін шетелге барып оқып келу керек па? Жылдар өте ма оған? Мысалы, яғни қаншалықты сіздер мобильдісіздер, мен ертең былай жасайтын боламын.
мына бағытқа ауысамын деу үшін қанша уақыт керек деген сұрақ қой. Ота, мысалы, біз хирургияда, допустим, гепатобилиарный хирургия дейді, ұйқы безі өз жолдары және бауыр хирургиясының хирургтары ота жасаған кезде кем дегенде 7-8 сағат тұрады. Мысалы, олар мұна былай айтса зарплата үшін тұрмайды да. Олар күніне 7-8 сағат тұрасың операциядан, одан кейін операциядан шығып, науқастар түседі. Там уже сен операция тұрған кезде 2-3 науқасын түсіп қояды ертеңгі операцияға да. Сен олар операцияны бітіріп шығып қарайсың, сөйтіп жүргенше сағат таңертең 7:30-нан кешкі сағат 8-9 болып қояды. Пока жұмыстарын біткенше айтып, операцияны бітесің, бәрі четко бітіргенше. И ана науқастар көресің, ертеңге жоспарға бересің, осындай операция жасау керек, осындай береміз. Бәрі коллективпен ғой, бізде заведующий отделением бар, жігіттер бар, өздерінің нелері бар. Соны бергеннен кейін ертеңге операция дайындаласың да. Мысалы, тот хирург, да, допустим, который не любит свою профессию, он там долго не задерживается. Былайша. Егер хирург, мысалы, тек қана пластические операциялар жасаймын десе, он бірақ каким-то образом оказался в гепатобилиарной или общей хирургии, ол міндетті түрде кетіп қалады да, жерден. Жоқ, маған керек жоқ. Или және де хирургтар, которые келеді, мен гепатобилиарный хирург болам, мен деген үлкен күрделі операциялар істеймін деп келеді, бірақ 2-3 жыл жұмыс істегеннен кейін бәрін мен келмес екен деп, қой мен ана хирургияға барайын деп кететіндер де бар. Где-то бір минимум дегенде 6 айдан ішінде андай операциялар үйренуге болады. Пластический, там амбулаторный хирургия нелерші, андай герниология деп андай хирургиялар бар андай маңызды. Бірақ та ең күрделі хирургия осы, ол гепатобилиарный хирургия, трансплантация және кардиохирургия. Который қиын нелер, жүрек жасайтын нелер тұрыш. Сондан бірақ та бізде мысалы андай хирургтар жоқ, мен осы сеп жүргеннен кейін я понял, что это не мое, но я пойду в другую хирургию, связанную с гепатобилиарной зоной, именно с этой хирургией дегендер бар да. Мысалы, это эндоскопистер. Мысалы, өт тас ауруы, допустим, банальный, өт жолына өтіп кеткен кезде, бұрында кесіп, өт жолдарын ашып, тасты алып, тегіп нететіміз де. Жасайтын ағаларымыз да. Қазір онда операция ешкім істемейді. Қазір современный мир, там, ФГДС сияқты арқылы кіреді, өт жолдарына через желудок кіріп, өтін алып тастайды. Сондай хирургия кетіп қалады. Кесілмейді ештеңе. Ештеңе кесілмейді. ФГДС, обычный ФГДС сияқты болады, там барып алып кетіп қалады. Ол тоже хирургияның бір түрі болып саналады. Ол тоже свои риски, там, но преимущество больше. Но технически это не хирургия, да? Технически это относится к хирургии, но с точки зрения субъективности это не хирургия. То есть ты то же самые манипуляции, эффект один и тот же. То есть ты открыл живот, там, вытащил камни, зашил, да, протоки. Так, оттуда зашел, тоже вытащил камень, зашил, да. То же самое, да, но там через ФГДС, а ты здесь открыл рану, но субъективно это относится не к хирургии, субъективно. Это относится больше к эндоскопии. То же самое ребята, которые занимаются стентированием, да. Они говорят, отсюда заводят, допустим, от артерии заводят до сердца стент, ну, струну оттуда приходит и ставит стент. Раньше эти операции открывали сердце, грудную клетку? Да, грудную клетку, там сердце открывали, обнажали, там зашивали сосуд с ноги, там, да. А сейчас ребята отсюда зашли, короче, поставили стенд, отсюда вышли. И вот здесь такая маленький разрез, там, 3 миллиметра, болт, да. Сондай сияқты, да. А в нашей хирургии это идет, почему я говорю про вот эти аппараты, там, что-то надо научиться, съездить по Балашах, да, вот как президент сказал. Когда идет бурное развитие, да, централизация, да, вот, центральных сегментов медицины, да, вот, республиканского центра, да, в то же время развиваются и регионы. То есть регионы, областные центры, да, они отправляют хирургов к нам на обучение. То есть они приходят у нас, стажируются, потом в конце стажировки они подписывают отчет о стажировке у заведующего отделением гепатобилиарной, да, потом у нашего директора, что он действительно прошел это обучение. И он идет туда, в свой регион, и там говорит, ребята, надо делать вот так, я там видел,
давайте вот так сделаем деп. Деген сияқты, они поднимают свой уровень, а мы должны поднимать свой уровень на уже мировом уровне. Деген сияқты. И они подтягиваются. Да, они уже начинают. То, что мы раньше делали, они начинают делать. Мы уже то, что раньше делали, мы начинаем еще больше делать. И степ-бай-степ они тоже идут к нам. Осыны болу керек, да? Можно в любой момент поменять профессию. Да? Никогда не поздно. Я вот читал одну книгу, да, один, короче, человек всю жизнь работал на стройке, там ходил, то все, потом вышел на пенсию, у него оказалось мало денег, да? И он что делает? Он начал сдавать свою, короче, комнату, где он жил, ну, дом, там он сам жил на кухне, он сдавал зал, короче, и там туалет ваннасымен бірге, короче, сдавал, и он, когда понял, что это прибыльно, и он был постоянно открыт, короче, он там сам жил же, когда кто-то приходит, он говорил, там, 3-4 минуты подождите, сейчас я прибирался, все дела, это недавно был в Инстаграме видел, и он поменял свою профессию на то, что он начал заниматься гостиничным бизнесом, да? И вот забыл фамилию, он стал там каким-то, короче, мультимиллионером. И сондай, да? И я тоже думал, что в медицине никогда не поздно. Если ты полюбил одну профессию, ты должен идти с ней до конца. Соңғы блок, соңғы сұраққа дейін менде екі қысқа сұрақ бар. Біріншісі, ол меніңше TikTok'та, әлеуметтік желілерде бәрі осы сериалдың фрагменттерін көріп шықты. TikTok арқылы бүкіл сериалды көріп түсесің ғой. Ол мен түсінген бойынша, енді мен сериалдың өзін толықтай көрген жоқпын, тек TikTok'тағы нарезка, шорттар арқылы көрдім. Ол аутизммен ауыратын профессор, клиникаға жұмысқа тұрады, өзінің жаңағы намысының арқасында, настойчивостьтің арқасында үлкен операцияларға кіріп бастайды, және жаңағы сіз айтпақшы сыйлы, үлкен тәжірибесі бар хирургтан жұмысы сын айтып бастайды. Жоқ, сіз дұрыс жасап жатқан жоқ, сіз 1 миллиметр солға жасатыңыз, жылжыңыз деген сияқты. Өзінің сөздерімен үлкен операцияларға кіріп бастайды. Білмеймін, көрдіңіз ба, көрген жоқсыз ба? Хороший доктор деген ғой. Иә. Осындайға байланысты. Жалпы хирургияда, осындай маңызды, мен түсінем, не ауырлығы, қиындығы жағынан жеңіл операцияларда болады, жеңіл, мүмкін диагноз қою процесстері, бірақ хирургия мәселесінде осы сериалдағыдай кейстер, білмеймін, Қазақстанда болмасын, өзіңіз білетін жақын шет елдерде болды ма, әлде бола ма, жалпы бұл норм ба? Біз үшін бұл фантастика. Я ол сериалды мен көргенмін, әр медик көрген шығар ол сериалды. Өзіне қатысты болса бәрі көре береді. Ол акиматта істейтіндер үшін сәке сериал сияқты шығар. Иә, дәл солай ғой. Бізде енді шын айтсам, біз Қазақстандамыз ғой, біз енді үлкен жас сыйлайды, көбінесе андай біліп тұрған моменттері болса да, сен ондай, анау аутизммен ауыратын бала, ол не ойлайды, соны айта береді. Ол не знает, что такое эмоция, не знает, что такое прямолинейный. Да, он слишком прямолинейный, и он не знает стандартов общения, и он не знает деонтологию. То есть, допустим, мы с вами коллеги, и если при пациенте я скажу, нет, вы неправильно говорите, это надо сделать вот так, это уже неправильно, да? Допустим, я лучше подошел бы к вам и сказал, там, Баке, может, сделаем вот так, и там, может быть, вот это, то уже у вас мысль появилась в том, что двояко, да, что может быть реально, как он сказал, может быть так. Но нельзя исключать сонный момент. А у этого парня реально недостаток тех психоэмоциональных ощущений, что он нету эмоций у него. Аутизм у него нету эмоций, он прямо все говорит, это у нас в Казахстане это неприемлемо. Даже если ты знаешь, до этого нозология, ты предполагаешь, что это будет вот так, я никогда не видел, что человек сказал бы, там, профессор, ребята, вы ошибаетесь, надо сделать вот так. Для этого и придумано. У нас даже в университете изучали специальность медицинская деонтология. То есть ты, зная, что там он идет в неправильном направлении, ты не выкрикиваешь,
но ты не молчишь. Ну, ты идешь, допустим, к профессору, говоришь: уважаемый профессор, может быть, чуть посмотрим вот такой стороны, да, с другого ракурса тут виднее будет теннис, да. Тот профессор, который уверен на 100% в себе, и он знает все надзоры, он скажет тебе: да, если ты думаешь так, да, мы можем это обсудить. Он с тобой обсуждает это и делает все намерения, чтобы было лучше этому пациенту. То есть он не думает однояко или там однобоко, он не принимает свое эго, деген сияқты. Да, я видел тех людей, у которых гордыня больше, чем их достижения. Они могут сказать: это тогда был еще студентом, там, ты кто такой, деген әңгіме болған, да, ондай. Ну, как и в сериале. Да, конечно, там это такие не принимают всерьез. Ты кто такой, да, айтты сериалға, ты ему еще дали потом в конце: ладно, опять закрывай, ты будешь читать всю жизнь отцов деп. Ондай моменттер болады ғой, конечно, да. Но в Казахстане это с течением времени, с набором экспириенса, который ты вот за эти годы прошел, да, ты можешь уже преподнести это по-другому. Вот. Так как у нас восточный менталитет, мы по-любому так и преподносим. У нас хоть и есть демократия, но есть больше традиций, да? Что те люди, которые старше по возрасту, они, которые занимаются больше, чем ты, они по-любому имеют право голоса выше, чем твои. То же самое было и в Семске, то же самое и в Алмате, да, у меня в Семске у меня был наставник, его зовут Ахпаров Турген Ладжис, да, я ему никогда не говорил, там: ага, давайте вот так сделаем, нет. Я подходил, ему просто, один момент случился, когда я ему сказал: это неправильно, и он меня на месяц отстранил от операции. Тогда он дал понять, что так не делается, ребят. Ну, все же учатся на ошибках. 2015 год, мне было 23 года. Я тогда понял, что надо чуть по-другому вести себя. Ну, чтобы не быть таким, этим глупым. Я иногда подходил, с ним советовался. И когда он сидел один, я ему тоже такие идеи кидал: давайте развивать вот эту сторону, может, это. Ну, наверное, он сейчас... Тогда на тот момент думал, он тогда состоявшийся хирург, он говорит: ну, с одной стороны, правильно, наверное, ойлаған шығар, но с другой стороны, он больше воспринимал как балласт сияқты көреді, да, мен, я молодец, развивайся деп. А сейчас, где я работаю, вот, да, у нас руководитель, профессор Баймаханов, да, он главный хирург Республики Казахстан, непосредственно наш наставник и руководитель нашего центра. Он все сложные, все ответственные операции, да, вот, все, которые нуждаются в микрохирургических науках, в науках трансплантологии, сосуд, он все основные моменты делает и показывает нам, как делать. Допустим, делится. Да, мы с ним стоим на операции, он говорит: ребят, таких моментов надо делать так. Но когда он оперирует, я не видел, если честно, те моменты, которые, как в этом фильме, да, вот так, хоп, подожди, здесь ты неправильно. Такого не было. Вот, это мой следующий вопрос. Мысалы, біз жаңа эмоционалды тұрғысынан айттық та, оценка фильму, сериалу. Там, у нас такого не может быть, условно, да? Енді технически осы фильмде болған жағдайларға байланысты. Мысалы, түсінікті болу үшін айтайын, менде осыған дейін бір 5-6 выпуск бұрын военный истребительмен сұхбат болды. Мен оған Том Крузбен түсірілген Мэверик, Топган киносын көрсеттім. Ол реальный соғысқа қатысқан истребитель, жаңа кісі, пенсияда, бірақ оның бүкіл ойы аспанда. Оның арманы тағы да бір шығып шайқассам ғой дейтін сондай истребительді. Бүкіл маневрлар, бәрін біледі. Мен оны көрсеттім, ол өзінің кәсіби оценкасын берді. Мынау фейк, мүмкін емес деді. Қандай сен специалист болма, қандай истребительға отырма, бұл фейк деген сияқты. Ал мынау шынымен жасауға болады. Жас болсам, қазір 25-те болсам, штурвалға отырып, осы жасап көруші едім деген сияқты ой айтты. Енді мынау сериалға байланысты. Осы сериалда, оның сериясы көп, сезоны көп деген сияқты, мынандай жағдай осы сериалда болған, ол фейк.
ал мынау шынымен өмірде кездесетін жағдай дегендей бір мнение қалыптасатындай бір эпизодтар болды ма? Иә, әрине болды. Енді кіре сап менікі дұрыс, сенікі дұрыс емес деген жағдай, конечно же, фейк. Хирургияда теорияны оқы, бірақ та практика болмаса, сен оны түсінбейсің де. Арада не істеу керек, мынандай кезде қалай, как проявляется вот эта патология, да, вот на живом человеке, как на манекене. Это две разные вещи. Хоть қазір біздің манекендер максимально адамға сәйкес келеді де, сәйкес келеді, бірақ ана басқан кезде, давай қалғаны өзіне бәрі. Бірақ все-таки ощущение пальцев, ощущение вот здесь? Да, того промежутка времени, где ты оказался с этим пациентом, и что у него происходит в организме, какие вот явления, да, и кто стоит в окружении тебя, да, нежели студенты твои, одногруппники, да, нежели все чужеродные люди, да, и плюс медперсонал смотрит на тебя, на твое решение. Это другое, да. В том фильме, конечно, он пришел, когда там сказал, то все это я знаю, это, конечно, это миф. Могут быть такие ребята, да, которые с аутизмом работают, да, но не хирурги. Те ребята, которые занимаются аутизмом, они болеют аутизмом, они больше отреченные от общества. Және соңғы сұрақтардың бірі, жалпы кез келген салада болсын, енді бізге кликбейтті, түсінікті, танымал мысалдардың бірі футболистер, карьерасын 35 жастан кейін аяқтай бастайды. Меніңше хирург мамандығы өте маңызды және ерекше мамандықтардың бірі. Сәйкесінше неше жаста хирург мамандығында мынандай маңызды, өте ауыр оталарды сіз демала қойыңыз деп. Неше жаста айтады? Неше жаста хирург пенсияға шығады? Бұл да өте субъективті сұрақ негізі. Мысалы, на своем примере, да? Өзім мысалым айтсамшы, мен ота жасап отырып, мысалы, 55 жасында, 60 жасында жасап отырған кезде, негізі өте күрделі операцияларды хирург, который тәжірибесі мол хирург, осындай операцияларды көп істеп жатқан хирург, эффектно және де өте жақсы деңгейде жасайтын неге уровень жеткен кезде деңгейге айтылады да, бір 55 жас негізі. Мысалы 45-тен 55-ке дейін. 45-тен басталады ол уровень, да, мысалы. Саған ешкім қолға етпейді, никто не воспрепятствует, ты можешь внедрять новые технологии, выполнять операции на высоком уровне. Тем более тебе позволяет физическое состояние, здоровье твое, психоэмоциональное состояние, и плюс ты на пике всех своих возможностей. В том кезде, делая эти операции, ты оттачиваешь навыки, ты уже все внедрил, ты можешь оттачивать только свои навыки. И 55-60 жасқа жақындаған кезде, мысалы, хирургтар кейде кішкене жылдамдығын азайтады, және кішкене мұндай көру кездерде өте байқап, кішкене неуверенность сеп кетеді. Сондай кезде, я думаю, что это первый признак того, что ты должен остановиться. Это 60-тан жоғары кеткен кезде. Бірақ та, егер сен также оперируешь, и все окружающие видят, что ты также эффективно и также безупречно оперируешь, да, конечно, ты можешь продолжать до 80 лет. Но я на своем примере скажу, если какая-то запинка в моих руках произойдет в возрасте 65-70 лет, я в тот же момент, наверное, начну отходить от больших и сложных операций. То есть помимо меня это могут сделать и мои ученики, которые, допустим, если я воспитаю на тот момент. Если это те операции, которые я никому не научил, то значит я был плохим наставником и плохим хирургом, наверное, так скажу. Те хирурги, которые думают, что они будут вечно оперировать, я думаю, что они, это мое сугубо личное мнение, что они ошибаются и что ничего не вечно, и даже все могут
покончить в любой момент с хирургией, это могут закончиться даже трагически и случайно. То есть нет такого четкого разграничения. Те моменты, которые показываются в фильмах, особенно в американских, и реалити жизни в американских врачей, 50 лет хирурги уже не оперируют. Они отходят, они дают 30-летним резидентам, говорят, резидент, который окончил, давайте, ребята, факт в руки, делайте, если что, я внизу. Или я в кабинете. Давайте. Те хирурги, которые прошли резидентуру в Америке, я не слышал, чтобы они не оперировали. Они все безупречны, все, весь свой вклад, весь свой уровень они показывают. Те, как они научили, профессора сами, также они оперируют. У нас тоже так же примерно. Наши профессора, конечно, я желаю им, чтобы все благополучно было, и они выполняли также свои операции. Но когда профессора оперируют, мы наблюдаем в большей степени и учимся у них, как оперируют техники. Мы не видим другую технику. Для этого, чтобы видеть другую технику, нам необходимо все время повышать квалификацию в других странах, где развита медицина. А так, в частности, в нашей клинике оперирующий хирург, заведующий отделением, он стажировался в Москве, в клинике имени Боткина, оперировал по студенчеству на трупах, потом перешел плавно на большую хирургию, он стал у нас заведующим, оперирует безупречно. Все моменты, которые он делает, мы у него обучаемся. Самый топовый хирург, который оперирует в нашей клинике, руководитель нашего центра, профессор Баймаханов, который делает те моменты, которые уму непостижимы. Моменты есть, которые нам непонятны, но он выполняет это так грациозно, что мы иногда не видим других проблем в двигателях. И никто не хочет, и не может, и никогда не скажет, наверное, из его учеников, что уважаемый профессор, пора остановить степ. Это решать самому хирургу, когда ему должен остановиться и когда должен прекратить. Лично я в первом же контакте, первом же каком-то намеке на то, что я должен остановиться, я бы остановился. То есть человек, в принципе, сам чувствует? Да, сам чувствует. Да. И жалпы хирургияға байланысты мен үшін де, біздің командамыз үшін де, менің ойымша көрермендер үшін де көп жаңа қызықты ақпараттармен бөлістік. Көрермендерден сұрарым пікірлер, өз жағдайларыңызды, пікірлеріңізді комментарийге қалдыруларыңызды сұраймыз. Және міндетті түрде өздеріңіздің достарыңызбен WhatsApp чаттарда бөліссеңіздер болады. Менің соңғы сұранысым, бізде Жақсы болады YouTube арнасында әрбір қонақ, әрбір спикер өзінің соңғы сөйлемін жақсы болады деп аяқтайды. Яғни, ол білмеймін енді, өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мысалы, Ринат Заитов маған 5 секунд берші деді да. 5 секундтан кейін бір 8 шумақ өлең айтып, 8 шумақтың соңғы рифмасы жақсы болды деп аяқталған болады. Бұл да өте эффектті болды. Дегенмен, дәл осы сәтте сізге сөз, ұсыныс болсын, тілек болсын, сөз өзіңізде. Үлкен рахмет. Болат осындай студияға және подкастқа шақырғандарыңызға. Енді ойламаппын осындай подкаст берем деп. Астана қаласында қуаныштымын. Айтар сөзім қысқа. Ең бастысы алғыс айтайын дегенім негізі өздеріңізге осындай эмоция бергендер үшін және де осындай сұрақтарды проблематичный біз көтеріп отырмыз да қазір медицинада. Және екінші алғыстарым ол өзімнің наставниктарыма, ол Семей қаласында университетский госпиталь клиникасының директорының орынбасары хирургия бойынша Ақбаров Төлеген Лазаревич, және де қазіргі наставнигім профессор Баймаханов болып еңбектенші. Ол біздің мемлекеттің главный хирург
Министерство здравоохранения Республики Казахстан соларға. Және әр науқасқа біз енді тек қана жақсылық тілейміз. Сізде бәрі жақсы болады деп айтамыз. Сол үшін бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Керемет. Көп рахмет сізге. Мен тек кәсібилік, сәттілік, білім, ғылым және береке тілеймін ісіңізге. Сіздерге көп рахмет. Жалпы бізде Қазақстанда соңғы жылдары көп тарап жатқан дәрігерлерге мың тағзым, дәрігерлерге мың құрмет. Бұл өтірік емес, бұл расымен де. Біз осы маңыздылықты түсініп келеміз, қоғам өзгеріп келеді. Сондықтан да бүгінгі подкаст өте қызықты және пайдалы болды деп ойлаймын. Сізге көп рахмет. Бұл жақсы болады арнасы. Пікірлер қалдырыңыздар, лайк басыңыздар және өздеріңіздің WhatsApp чаттарыңызға бұл шығарылымды жіберіп бөліссеңіздер болады. Көп рахмет.